Сау саламат тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдармандар? Әйелдерге тән оң қабілет. Бірінші тарау: әйелдердің өз бойындағы тартымдылығын жетілдіру өнері. Әйел затының тартымдылығы бір түрлі ішкі баурау қуаты. Ол әйелдердің дене сымбаты, сәнденуі, жүріс-тұрысы, мінез-құлқы, әдептілік тәрбиесі, қабілеті сияқты жақтардан жан-жақты бейнеленеді. Бір әйел заты жаратылысы өңді немесе өңсіз болсын, сөзсіз өзіндік тартымдылығын жетілдіруге құлшынуы керек. Ал бақыт дегеніміз де осы негізде жаратылмақ. Жалпы жұрт мойындаған баурау қуатына ие әйел затының 10 түрлі образы. Әрқандай әйел заты сұлу болсын, болмасын, өзінің баурау қуаты болуын армандайды. Әрі осындай қуатты азды-көпті әзірлейді. Десе де, ойлап көріңізші, ешкім алқамаған көрікті келбеттің нендей маңызы болмақ. Ендеше, ерлердің сөзіне сәп салып көрейік. Біз 10 түрлі жалпы бірдей мойындаған баурау қуатына ие әйелдер үлгісін таңдап алып, 104-ші ер адамды өз көкейіндегі ең тамаша әйел образын таңдап шығуға ұсыныс еттік. Ерлерге қойған талабымыз жақсы тәрбие алған, арнаулы курстан жоғары оқу мағлұматына ие, жас мөлшері 25 пен 45 жас аралығында болу, белгілі экономикалық негізгі қоғамдық орны, махаббатта кешірмелеріне ие болған әйелдерді бағалауда өзіндік эстетикалық өресі бар. Ең кемі әйелдерге көңіл бөлетін түрлі кәсіптік саласынан болу. Әйелдер, қараңыздар, ерлер кім үшін, кім сіз үшін алқау айтар екен. Бірінші, бала мінезді ақ жарқын бойжеткен. Оның табиғи, таза шынайы табиғаты маңайындағы адамдарға ықпал етпей қоймайды. Ол өмірді қызу сүйген, қалтықсыз, барынша еркін, ештеңені қаперіне алмайды. Жасамылықты, жалған, сыпайыгерлікті жаны сүймейді. Оның белгілі жұмысқа табан тіреп жалғастыруы төтенше қиын. Екінші, ол ерлер өмірінің көркі. Ол думанды, қызғын тұрмысты, өзінің қоғамдық қарым-қатынастағы ересен баурау қуатын сәулелендіруді ұнатады. Терең ой жүгіртуді қаламайды. Ешқашан өзінің өміріне қатыссыз нәрселерді санаспайды. Қашанда өз-өзінен масаттанып, мас болады да жүреді. Үшінші, типтік орта жіктегі білімді әйел. Ол қарамақта қарапайым, табиғи, ешқандай жасамалығы жоқ. Жан дүниесі романтикалы, ешкіммен таласы жоқ. Өзінде дәріптемейді, тек оның жан әлеміне бойлаған адам ғана түсінеді, әрі сүйінеді. Оның мінез құлқымен тамаша өнегесі жан дүниесін әйгілеп тұрады, әрі бұл мінез оны басқалардан айрықша көрсетеді. Төртінші, қалаулы жар, мейірімді ана. Ол мейірімді, мінезі салмақты, адам жанын оңай түсінеді. Ұқыпты, жұмысқа шөгел, балажан, отбасы оның өмірінің сәні. Тектік және жеткілікті экономикалық шарт жағдайы оның еңсесін ұсақ күйбіңнен асқа ұстап тұрады. Ол ерлерге, кәсіптік әйелдерге қызықпайды, өз әлемінен игіліктенуді ұнатады. Бесінші, ол қолға көнбейтін, еркін, қызу қанды дала тағысына ұқсайды. Ол сізге бүкпесіз, пәк, ағыл-тегіл, ақ жарқындығы мен титтейде ымыраға келмейтін табиғатын аңғартады. Оның жаны күйкі тірліктен, мимырт өмірден аулақ, бірақ ішкі әлеміндегі сезімталдық пен табандылық қашанда қалпын сақтайды. Алтыншы,
ол заттық және рухани жақтан бірдей кемелді жан. Ол ешқашан материалдық тойынуға бола өзінің арманынан адасқан емес. Қайта заттық мүмкіндік негізінде өзінің рухани дүниесін кемелдендіре түседі. Бәрін білуге бейім тұрады. Сол негізді өзінің олқылығын толықтауға дайын. 7. Ақылды әйел. Ирадасы берік, зерделі, ауқымды меңгере біледі. Сезімге беріліп, ағаттық жібермейді. Дербестігі күшті, кәсіпте табысқа жеткен, ерлерше өмір кешкенімен үйлесімді түрде әйелдер баурау қуатын әйгілей біледі. 8. Қанағатшыл тұрмыс әйелі. Тұрмысқа болған өлшемі жоғары емес. Көңілді, қамсыз, қанағатшыл өмір кешуді ұнатады. Тұрмыста басынан орнықсыздықтың болуын қаламайды. Шыншыл, үміткер, табиғаты оның мәңгілік жастыққа жетелейді. Қарапайым, қағылез адамдармен тез шығысады. 9. Әйел біткеннің сарасы. Ол әрі есікшіл, әрі романтикалы, баурау қуатына күшті, бірақ тағылыққа бармайды. Сұлулық оның арманы, күйкі тірлік одан сонша шалғай. Ол бұл дүниеге бейне әйел қалпында қалу үшін келген сияқты. 10. Кербезде керім әйел заты. Ол кербез келбетімен, асқақ салауатымен баршаны жалт қаратады. Ең бір әлем-жәлем салтанатты бас қосуларда ол да дараланып көзге оттай басылады. Қашан болсын аспандағы айдай болсам деп бәрін салады. Оның дүниені бағындыру әдісі ерлерді бағындыру. Қымбатты тыңдармандар, сіздер қай типтегі әйелдерге жатасыздар? Төменде комментарийға жазып кетсеңіздер әбден болады. Және де лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.